Астана күнін ақтөбеліктер айрықша сән салтанатпен атап өтті. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта Алаштың төрі Астана атты мерекелік кеш ұйымдастырылды. Саябаққа жиналған барша қала тұрғындары мен қонақтарын облыс әкімі Бердібек Сапарбаев құттықтады. Толығырақ тілшіміз Жұлдыз Алмасқызы айтып береді. Бұл 66-та 55 әскери бөлімінің эстрадалық үрмелі аспаптар оркестрінің өнері. Оркестр айбынды Астананың құрметіне арналған салтанатқа өз тартуымен келді. Саябаққа орнатылған LED экранда ғасырлар тоғысында бой көтерген Астана қаласының құрылуы, қарқынды дамуы, әсем жерлер мен жетістіктер туралы фильм көрсетілді. Мерекелік шараға қатысқан жұрт өз тілектерін жеткізді. Астананың өсіп өркендеуі, біздің еліміздің өсіп өркендеуі, халқымыздың өсіп өркендеуі, алдағы уақытта салтанатпен алға қарай біздің Астанамыз өркендей береді, өсе береді деп есептеймін. Құтты болсын мейрамдарыңыз. Ақтөбеліктерді, жерлестерімді Астана күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміз, Астанамыз гүлдене берсін. Барлығына табыс тілеймін, сәттілік тілеймін. Сарыарқаның кең даласына алып шаһар орнағалы биыл 18 жыл. Осы уақыт аралығында Астана өсті, өркендеді. Еңсесі биік елорданың туған күн тойлауды барша қазақстандық дәстүрге айналдырды. Биылда ақтөбеліктер Астана күн ерекше ықыласпен қарсы алды. Аймақ жұртын құттықтау үшін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мерекелік шараға арнайы қатысты. Әрбір мемлекет, ұлт өзінің астанасыменен мақтану керек, қуану керек. Біз қазіргі таңда толық айта аламыз. Астана Қазақстанның астанасы есебінде толық дүниежүзіне танылды. Қазір дүниежүзінде Астананы білмейтін мемлекеттер кем. Өздеріңіз куә болғандай, осы өткен аз уақыттың ішінде Астанада көптеген халықаралық саммиттер, форумдар өтті. Осының барлығы Астананың беделін, абыройын, дәрежесін арман қарай асқақтатты. Бұл күні саябақта қолөнер бұйымдарының көрме жәрмеңкесі өтті. Кәсіпкер Ләйла Байғанова ұлы Ерланмен бірге қазақы қолөнер бұйымдарын әкеліпті. 5 жылдан бері бұл іспен айналысып келе жатқан олар келер жылы Астананың төрінде өтетін Экспо 2017 көрмесіне қатысуды армандайды. Біздің Қазақстан гүлдене берсін. Біз де Экспоға өзіміз қатысқымыз келеді. Дайындалып жатырмыз. Экспоға осындай коллекция кукол. Енді қуыршақтарын дайындап жатырмыз. Ұлттық киім киген. Бұдан бөлек кешкі мерекелік концертте мемлекетіміздің символы Астананың, Бәйтерек тәуелсіздік монументінің және елорданың басқа да көркем жерлері бейнеленген шарлар ұшырылды. Тәуелсіз Қазақстан тақырыбында караоке батл сияқты қызықты шаралар өтті. Концертке келгендер ақтөбеліктерді мерекелермен құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Бүкіл ақтөбеліктерді Астана күнімен құттықтаймын. Мен өзім жыл сайын Астанаға барып тұрам. Ол жақта әртүрлі думан, Бәйтерек, Хан Шатыр, түрлі қызықты жерлер бар. Президентімізге алғысымыз шексіз. Осындай елді, көп ұлтты, тыныш, аман есен, көк аспанның астында дұрыс бағытымен жол беріп, жөн сілтеп отырғанына. Астанамыздың туған күні құтты болсын, еліміз тыныш болсын, болашағымыз жарқын болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мерекелік бағдарлама аясында жергілікті өнерпаздар жиналған жұртшылыққа мерекелік көңіл күй сыйлады. Жұлдыз Алмасқызы, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.